Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біреуді жамандаудың күнәсі бар, бірақ амалдың өзіне келгенде оразаны бұзушы болып саналмайды. Әлбетте бір риуаятта келген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кімде-кім Рамазанда ораза ұстай тұра өтірік айтуды, жамандауды, өсек қылуды тоқтатпаса, онда оның ішпеген, жемегеннен Алла тағала еш нәрсе қажеттілігі жоқ деп келеді. Бұл хадисте айтылып жатқандығы ол адамның сауаптан құр қалатыны туралы. Ораза ұстай тұра өтірік айтушы адам, біреудің артынан өсек айтушы адам сол күндік оразаның сауабынан құр қалады. Оның кешке дейін жүрген, аш жүргені, шөлдегені ғана болады да, әлбетте ол өзінің міндетінен, парызынан құтылады. Сондықтан Рамазан айында ерекше түрде жалпы негізі ол уақытта шектелмеген амал, біреуді жамандау тыйым салынған. Әсіресе ораза ұстаған адам бұндай нәрселерден тыйылуы қажет. Сахи хадисте келгенде, құдси хадисте кез келген амалдарды сауабы бар, бірақ ораза амалының сауабын мен өзім берем деп келеді. Оның мағынасы намаз, зекет, олардың сауабын Алладан басқа біреу береді деген сөз емес. Барлығын да Алла тағала береді. Бұның мағынасы оның қаншалықты сауап алатындығын Алла өзі ғана біледі. Тіпті амал дәптерге амалдардың сауабын жазушы періштелер де оны білмейді. Сондықтан бұл амалдардың ішіндегі Алла тағалаға ең сүйікті амал болғаннан кейін Аллаға жақындайтын адам осындай теріс пиғылдардан тыйылуы қажет болып саналады.